Сәлем достар, керемет медиа ұсынады. Видеоны бастамас бұрын менің арнама жазылып кетіңіз. Сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Тао Хуабей 1947 жылы қаңтарда Гуачжоу провинциясының Мэйтан округіндегі кедей ауылында дүниеге келген. Ол отбасындағы 8-ші қыз болғандықтан оқуға да жазуға да үйреткен жоқ. Қытайдағы үлкен ашаршылық кезінде ол жабайы көкөністерді жинап, өсімдік тамырларын жеудің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолданып көрді. 20 жасында ауылдағы геологиялық бригаданың бухгалтеріне тұрмысқа шықты. 2 ұлды болды. Көп ұзамай күйеуі ауырып қайтыс болды. Ол көшедегі дүңгіршекте күріш сүзбесі мен көкөністерді сата бастады. 1989 жылы Тао Гуйдандағы мейрамханасын ашты. Онда ол соя бұрыштарының ыстық соусы бар қарапайым кеспе сатты. Ол кедей студенттердің бәйбішесі атанды, өйткені ол оларға әрдайым жеңілдіктер мен қосымша тамақтар берді. Оның мейрамханасы әсіресе ащы соустарының арқасында танымал бола бастады. Қазіргі күнде ащы бұрыш шығаратын фабрикасы бар, бірақ Тао жазуды ешқашан үйренбеді. Осы уақытқа дейін Тао Хуабей іскерлік құжаттарға қол қою мақсатында 3 иероглифті ғана білді. Хуабейді отандастары құрметпен бәйбіше ана деп атайды.